Сәлем достар, бүгінгі видеомызда бір санды бірнеше магазиндерге, бірнеше айларға қалай бір секундта қоюды үйренеміз. Мысалы, мына кесте түріне түсіндірсек, январь айында жирафик магазиніне 1 миллион план қойылса, және дәл осы план февраль айында одевайкаға қойылса, білмейтін адам мұнда қайтадан 1 миллион деп жазып отыруы әбден мүмкін. Алайда бұның ең оңай жолы жаңағы жирафиктағы 1 миллионды копировать етіп аламыз. Көшіріп алғаннан кейін қай айларға қоятынымызды белгілеп аламыз. Мысалы, февральда солнышкаға қойылса, контролды басып тұрып, контрол таңбасын басып, қай айларға қай магазинге керегін белгілеп аламыз. Мысалы, осылай белгілеп алғаннан кейін мышканың оң жағымен вставить функциясындағы значениені таңдаймыз. Яғни цифра, екінші значение цифраны таңдаймыз және мышкамен қоямыз. Міне 1 секундта барлық айларға бірдей план қойылып шықты. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар. Келесі видеоларда керекті мәліметтер көрсетіледі. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.